Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Қазақстан Республикасының ұлттық ғылымдар академигі Төлеген Қазезұлы Раисов атындағы молекулалық биология және медициналық генетика кафедрасының оқытушысы дәріскер Разакова Нұргүл Габділбаровна. Бүгінгі қарастыратын тақырып тұқым қуалаушылық және өзгергіштік. Жоспар бойынша қарастырылатын негізгі сұрақтар: тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік, модификацияның бейімделу сипаты, реакция нормасы және комбинативті өзгергіштік. Ең бірінші, тұқым қуалаушылық дегеніміз не? Соған тоқталайық. Тұқым қуалаушылық ағзалардың өздерінің белгілері мен қасиеттерінің келесі ұрпағына беруге қабілеттілігі. Оның арқасында бір түрге жататын даралардың бәрі бір-біріне ұқсас болып келеді. Яғни тұқым қуалаушылықтың түрлері бізде ядролық және цитоплазмалық деп жіктеледі. Ядролық тұқым қуалаушылық жасушаның ядросында орналасқан генетикалық материалмен анықталады. Ядролық тұқым қуалаушылықтың материалдық тасымалдаушысы хромосоманың құрамында кездесетін ДНК молекулалары болып саналады. Екінші түрі бізде цитоплазмалық. Цитоплазмада жасушада орналасқан генетикалық материалмен анықталады. Жасушадағы өз ДНК митохондриясы бар, ал өсімдік жасушаларында митохондриядан басқа өз ДНК-сы пластидтерде орналасады. Келесі термин бізде өзгергіштік. Өзгергіштік тірі ағзаның өсіп дамуы барысында өзін қоршаған орта әсеріне байланысты жаңа белгі қасиеттер түзуі немесе өзінде бұрыннан бар белгі қасиеттердің жоғалтуы жатады. Жалпы тұқым қуалаушылыққа қарама-қарсы құбылыс болып саналады. Өзгергіштік бір түрге жататын тірі ағзалардың жалпы жаңа қасиеттеріне ие болуы. Мысалы, адамдарда көздерінің түстері әртүрлі, шашы, мұрын пішіні, құлағы, темпераменті, интеллекті әртүрлі болуы осы өзгергіштікке жатқызуға болады. Жалпы модификациялық өзгергіштік. Ағзаның өзгергіштігі тұқым қуалаушылық бойынша берілуі немесе берілмеуі мүмкін. Бірінші жағдайда өзгергіштік генотипке, екінші жағдайда өзгергіштік фенотипке байланысты болады. Тұқым қуалаушылыққа қатыспайтын фенотиптік өзгергіштік модификациялық өзгергіштік деп аталады. Модификация латын тілінен ол өзгеру деген мағынаны білдіреді. Жалпы модификациялық өзгергіштікке сіздерде презентацияда мында мысал берілген. Қоянды алсақ, бізде қоян модификациялық өзгергіштікке байланысты жыл мезгілінде, мысалы қыста олардың жүні ақ түсті болып келеді, ал күзде немесе жазда олардың түсі қоңырқай болып келеді. Яғни осыны біз модификациялық өзгергіштікке жатқызамыз. Жалпы адамдарда типтік модификациялық өзгергіштік мысалы ретінде егіздердің жағдайын қарастыруға болады. Екі монозиготалы егізді, яғни монозиготалы 100% генотиптері бірдей егіздерді айтамыз. Оларды әртүрлі жағдайларға байланысты бөліп қарастырса, біреуін ауылға жерлерде өсірсе, біреуін қала жағдайында өсірсе. Яғни ол жерде біз нені байқаймыз? Яғни ауылдық жерде өскен егіздің физикалық белсенділігінің жоғары болуы, нашар тамақтану, нашар ұйқы және тағы да басқа құбылыстарды жатқызуға болады. Ал қаладағы ол аз дене белсенділігі, ұзақ ұйқы, жақсы тамақтану. Осыған сәйкес ол екі егізде фенотиптік ерекшеліктері болады. Яғни мысалы ауылдық егізде дене салмағының төмендігі, жалпы әжімдер басуы, терінің шамадан тыс пигментациясының болуы жатады. Ал қала егізінде ол қолайлы жағдай болғандықтан дене салмағын белгілі бір деңгейде көтерілуі және ол орта факторлардың әсеріне реакция нормасына сәйкес болып келеді. Өзгергіштік бізде екі түрін қарастырамыз, ол фенотип бойынша, генотип бойынша. Фенотип бойынша, яғни Дарвин бойынша модификациялық тұқым қуаламайтын жатады, ал генотип бойынша Дарвин бойынша тұқым қуалайтын өзгергіштік жатады. Және ол бізде өзі жіктеледі, комбинативті және мутациялық өзгергіштік деп. Жалпы адамдағы фенотиптік өзгерістер мысал ретінде ультракүлгін сәулесінің әсерінен болатын пигментацияны жатқызуға болады, немесе дененің күйуі. Жаңағы ұзақ әсер еткен ультракүлгін сәулесінің әсерінен тері пигментациясының күшеюі. Қалыпты жағдайда тері пигментациясы азырақ болады және ультракүлгін сәулесі түскен кезде адамда тері пигментациясы кенеттен күшейеді. Сонымен қатар дене жүктемелерінің әсерін осы факторға жатқызуға болады. Яғни ол жерде қандай өзгерістер болады? Дене жүктемесімен үнемі айналысқан адамда бұлшық еттер жақсы дамиды.
Көбінесе әртүрлі генотиптерді іске асырған кезде ұқсас фенотиптер пайда болуы мүмкін. Фенокопия және генокопия. Фенокопия термині жабайы және мутантты генотиптер қарастырылған кезде қолданылады. Фенокопия терминін дұрыс қолдану бір генотип үшін бұл нәтиже қалыпты деп саналады, ал екінші үшін ол аномальды болып саналуы мүмкін. Фенокопиялар мәні бойынша морфоздар және тераттар жатқызамыз. Олар тұқым қуаламайды, бірақ фенокопияға бейімділік тұқым қуалайды. Мысал ретінде жәндіктерде дененің қара түсті генетикалық тұрғыдан анықтауы мүмкін. Алайда төмен температурада оларда меланистикалық формалар генотипі бар жәндіктердің пайда болуы олар қалыпты жағдайда әдеттегі түс береді. Сонда қара дене ол морфозы, қара дене мутациясының фенокопиясы болып табылады. Екінші жағдайда, мысал, дәнді дақылдардың көктемгі дамуы белгілі бір генотипке байланысты қысқы дәнді дақылдардың сыртқы факторларының әсерінен болады. Және сонда қыстық дәнді дақылдардың көктемгі типке сәйкес дамуы тұқым қуалайтын көктемгі формалардың фенокопиясы болып табылады. Келесі термин бізде генокопия. Генокопия ген латын тілінен қор деген, көп қор деген мағынаны білдіреді. Фенотиптің бірдей өзгерістері әртүрлі аллельді гендер арқылы түсіндіріледі. Генокопияның пайда болуы белгілердің бірнеше гендермен бақылануынан, жасушадағы молекулалардың биосинтезі әдетте көп этапты жүзеге асыру нәтижесінде болады. Гендердің әртүрлі рецессивті аллельдерінің белгілері, мысалы, дрозофила хромосомаларында әртүрлі орналасуына байланысты, олардың әрқайсысы көздің бірде ашық қызыл түстерін тудырады. Бұл қоңыр пигмент синтезінің бір сатысының бұзылуына әкеледі. Тірі жасушаға әсер ететін тітіркендіргіштер әсерінен жауап реакциясы туындайды. Сыртқы тітіркендіргіштікке әрекет ете отырып, жасушалар гендерге сигналды жібереді. Бұл ағзаның физиологиялық жауап беретін ағу синтезінің өзгеруіне әкеледі. Дегенмен фенотипте болатын өзгерістер реакция нормасы деп аталады. Бұл схемада реакция нормасы қалай болады? Яғни бұл жерде оның төмен шегі болады реакция нормасының, қалыпты орташа шегі, яғни нормаға сәйкес реакция, және шамадан тыс үлкен мөлшер болса, ол максималды жоғары норма реакциясына жоғары болуы мүмкін. Мысалы, өсімдіктің көрсетілген өсімдіктің аласа болуы, өсімдіктің орташа өсуі және өсімдіктің тым шамадан тыс биік болуы. Кен реакция нормасы қоршаған орта факторларының әсерінен белгі, мысалы, дене салмағы, түсі, яғни кен ауқымда өзгерген кезде жүреді. Мысалы, иттердің және ауыл шаруашылық жануарлардың көптеген тұқымдарын осы нормаға жатқызуға болады. Тар реакция нормасы қоршаған ортаның факторларының әсерінен белгінің тар шектер өзгеруіне байланысты болады. Мысалы, шаш түсі, гүлдегі түс қанықтылығы, осының барлығы тар реакция нормасына жатады. Ал адамдарда аналардың тамақтану деңгейінің жеткіліксіздігі бірінші ұрпақта ғана емес, кейіннен ұрпақтарда да ұрпақтың дамуына әсер етуі мүмкін. Мұндай жағдайда біз ұзақ модификациямен айналысамыз. Жазда күннен күйіп қалуынан пайда болатын қысқа мерзімді модификация, күн бар болса тері күйеді, ал күн жоқ болса тері күймейді. Яғни бұл жалпы қысқа модификацияға жатады. Реакция нормасы белгілердің өзгеру шектері деп айтқан болатымыз, ол екіге жіктеледі. Тар немесе оны сапалық белгілер деп атайды. Оған мысалы, мына жерде сүт майлылығын жатқызып тұр. Реакция нормасы белгілердің өзгеру шектері ол бізде тар сапалық белгілер және кен сапалық белгілер деп жіктеледі. Мысалы, солтүстік елдердің тұрғындарында терінің күнге күйгені уақытша құбылыс болып саналады. Модификацияның бейімделу сипатын көрсетеді. Жиі дене жүктемелері фенотиптік өзгерістерге алып келеді. Мысалы, бұлшықеттер мен ағзаның сүйектерін жатқызуға болады. Барлық модификациялық өзгерістер сыртқы болмайды, кейде олар тек жасушалық деңгейде болады. Сиретілген ауа жағдайында адам ағзасының тіршілік әрекетін қолдауға ұмтыла отырып, ағза мен ұлпаларда оттегін жеткізетін қандағы эритроциттік деңгейін арттырады.
Осыны да біз модификациялық өзгергіштерге жатқыза аламыз. Келесі мысал біз жебелі жапырақтың адаптивтік модификациясы. Яғни бұл жалпы бір өсімдіктің әртүрлі орта жағдайларында өзгерісі. Мысалы, жапырағы жебе тәрізі ол су бетінде тіршілік етуіне байланысты, жапырағы дөңгелек болып келуі су үстінде тіршілік етуіне байланысты, және жапырақ лента тәрізді болуы ол судың астында өсуіне байланысты болады. Келесі мысал тұқым қуаламайтын модификациялық өзгерістерге жатады. Гималай қоянын тәжірибе жүргізеді. Тәжірибе яғни Гималай қоянын терісін бір бөлігін алып тастайды, ол жерге мұз басылады. Кейін жаңадан тері шығады және ол тек қою түсті қара болып келеді. Келесі жағдай бізде тау жағдайында өскен бақбақ, жер асты тамыр жапырақтары және тамыры терең болып келеді, ал далада өскен бақбақ қою түсті ірі жапырақтары бар беттік тамыр жүйесі болады. Яғни бұл тіршілік ету ортасына байланысты осындай модификациялық өзгерістер болады. Реакция нормасының шегінде белгінің дамуының көрінісі варианта деп аталады. Белгілі бір тізбектің вариантталары, мысалы, ең төменгі мән, ең жоғары мәнге дейін вариациялық қатарды құрайды. Вариациялық қатардың мысалы ретінде бидайдың күрделі дақылдарының санын көрсететін бір қатар өзгергіштік болуы мүмкін. Мына таблицада сіздерде нұсқалар көрсетілген және кездесу жиілігі көрсетілген. Келесі барлық нұсқалар мен олардың жиілігін көрсететін белгілердің өзгергіштігінің графикалық көрінісі. Бұны вариациялық қисық деп атайды. Бұл жағдайда вариациялық қисық келесі схемада тұрғандай көрсетіледі. Яғни онда нұсқалар белгіленеді және нұсқалардың кездесу жиілігі көрсетіледі. Бұл формулада орташа М деген орташа шама, В нұсқалары, П нұсқаның кездесу жиілігі, N вариациялық қатар нұсқаларының жалпы саны. Сома белгісі немесе қосу белгісі көрсетілген. Келесі бізде мода қолданылады. Мода дегеніміз статистикалық қатарлардың ішінде ең жиі кездесетін белгінің үлкен шамасы. Яғни өзгермелі сандық қатарда жиіліктің үнемі мәні жатқан белгі болып саналады. Медиана статистикалық қатардың ортасында жатқан белгі, ол қатарын тең етіп екіге бөледі және оның екі жағындағы белгілердің сандық бөліктері бірдей болып келеді. Мына формулада ме әрпі ол медиана статистикасы, егер мұндағы n қатар саны, және біз айтқан болатынбыз, және екіге тең етіп бөліп қарастырады. Келесі терминімізде комбинативтік өзгергіштік. Комбинативтік өзгергіштік гендерді қайта комбинациялау және әртүрлі аллельдердің алып жүретін хромосомамен комбинациялау нәтижесі болып табылады. Ата-аналық формада болған генетикалық материалдың дискретті бірліктерінің жаңа комбинациясын алған ұрпақ ағзалардың әртүрлігін пайда болуын көрсетеді. Комбинативтік өзгергіштік жыныстық процесс нәтижесінде пайда болатын ағзалардың гибридті генотиптерінде жаңа бірегей тіркестерін комбинацияларын шексіз көп мөлшерде алуға әкеледі. Мысал ретінде комбинациялық өзгергіштік маңызды практикалық роль атқарады. Комбинациялық өзгергіштік негізінде жаңа жануарлар тұқымдары өсіріледі, селекцияда маңызы зор болып келеді. Комбинациялық өзгергіштік ол профаза сатысының бірінші миотикалық бөлінуінде кроссинговер арқылы жүзеге асады. Миоз метафазасындағы хромосомалар мен гендердің еркін байланысуынан туындайды. Ұрықтану кезінде әртүрлі гендер жиынтығы бар гаметалардың кездесу қосылуы. Анафаза сатысында миотикалық бөлінуде хромосомалардың тәуелсіз бөлінуі, адамдардың қарқынды көшіп қонуы және комбинациялық өзгергіштік қоршаған орта өзгерісіне бейімделуге мүмкіндік береді. Осылайша түрдің тірі қалуына ықпал етеді. Комбинативтік өзгергіштік көздері, ол біз жаңа айтып өттік, кроссинговерді, бірінші миотикалық бөліну профаза кезінде гендердің рекомбинациялау. Бұл жағдайда гомологиялық хромосомалардың гендік құрамы өзгереді. Яғни сіздерде схемада профаза хромосомалар конъюгациясы көрсетілген және екінші профаза бірде кроссинговер көрсетілген. Осы келесі схемада бөлікте анафазада тәуелсіз бөліну кезінде жасушалардың полюстерге тартылуы, яғни метафаза кезінде экваторға жиналуы, ал анафаза кезінде экватордан алшақтауы көрсетіліп тұр. Екінші миотикалық бөліністің анафазасында хроматидтің тәуелсіз алшақтау кезінде метафаза 2 және анафаза 2 сатысында жүзеге асады. Ұрықтанудағы гаметалардың кездейсоқ үйлесімі моногибридті будандастыруда 4 комбинация болуы мүмкін. Яғни гаметалар көрсетіледі бұл жерде.
доминантты гомозиготалы, доминантты гетерозиготалы және рецессивті гомозиготалы генотип. Осымен дәріс аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.